Биылғы шілде айында Астанада аралас жекпе-жектен көшпелілер шайқасы атты турнирдің 5-ші кезеңі өтеді. Бұл шара арнайы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Аралас жекпе-жек федерациясының құрметті президенті деген ресми лауазым иесі Ерлан Қариннің айтуынша, олар қазір бұл өнерді кәсіпқой деңгейде дамытуды қолға алған. Спорттың бұл түрі Қазақстанда 2013 жылы ғана ресми мойындалған. Содан бері республикалық көлемде одан бірнеше жарыстар мен турнирлер ұйымдастырылып келеді. Мәселен, биыл аралас жекпе-жектен 3-ші республикалық чемпионат өтті. Сондай-ақ федерация басшысы таяуда ұйымдастырылатын шараға тоқталды. Битва намадов 5-ші осымен турнирі өткізілмекші. Шілде айының 3-ші жұлдызында өтетін болады. Оған осы ТМД кеңістігінде халықаралық деңгейдегі белгілі деген спортшылар қатысады. Ең бастысы, біздер бұл турнирді өздеріңіз білесіздер, биылғы еліміздегі ең айтулы даталардың бірі, мерейтойлардың бірі, еліміздің осында кең түрде атап өтіп жатырған Қазақ хандығының 550 жылдығына арнамақшымыз.